Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ерекше үлгідегі тойбастар жасайтын боламыз. Егер дәл осы шаблонды тегін алғыңыз келсе, описанияға өтіңіздер. Осы шаблон жасайтын бізге керекті заттарға тоқталып кетейік. Глянцевая фотобумага 210 грамм, 190 граммда жарай береді. Бумажный клей, қайшы керек бізге. Содан кейін дракол кесуге және осындай лента қажет. Примерно ені осындай болу қажет. Қазір көрсетемін. Міне. Шаблонды алдын ала осылай распечатка жасап алдым. Енді осы линия бойынша сызықтың бойымен осылай қиятын боламыз. Сіздерге шағын хабарландыру айтып кетейін. Егер сіздер осындай тойбастары жасағыларыңыз келсе, тойбастары жасауға қызығатын болсаңыздар, немесе дәл осылай бизнес бастағыларыңыз келетін болса, онда мен сіздерді 3000 теңгелік каналға шақырамын. Жалпы ол каналда қандай шаблондар бар, ол несімен ерекше дейтін болсаңыздар, мені WhatsApp желіме жазсаңыздар болады. WhatsApp желім менің описанияға қалдырып кетемін. Барлықтарыңызды күтемін. Барлық керек емес бөліктерін алып тастағанда бізде осындай шаблон шығады. Енді осыны бүктейтін боламыз. Осы сары линияның бойымен тіке етіп бүктейсіздер. Мына екі қара сызықты көріп тұрсыздар ма? Енді осы жерге дейін қайшымен қиып аламыз. Біз шамамен барлығын жасап болдық десек болады. Енді бізге жинау ғана қалды. Егер сізде клиентіңіз өзі тойбастарды ішіне салатын болса, онда осы жерге екі жақты скотчпен немесе двухсторонний скотчпен жабыстырып бер жеріңіз, клиент өзі жабыстырып алатын болады. Бірақ енді қазір біз өзіміз жасайтын болғандықтан қазір клеймен клейлеп жібереміз. Ең бірінші осылай драколмен екі жақты тесіп аламыз, бірдей етіп. Енді клейлейтін боламыз. Мен жалпы клейді қалың етіп жағамын. Сол кезде ол ашылып кетпейді және бірден жабысып қалады. Содан соң осылай лента өткіземіз және лентаны бантик етіп байлаймыз. Міне бізде барлығы дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасаңыздар.